Ассалаумағалейкум, қадірменді оқырмандарым. Ұлттық дүниені ұлықтап келген ұлы даланың киелі қыз-келіншектері, қош келдіңіздер. Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейірұлы Оразалин мырзаның қолдауымен өтіп жатқан ақысыз дәріс сабақтарым бүгінгі сабақпен тәмамдалады. Байқаған шығарсыздар, біздің студиямыздан шығып, мен мына өзімнің жеке мұражайыма көштім. Оған болған бір үлкен себеп, біздің дәріс сабақтарымызды тек қана қазақ даласының қыз-келіншектері емес, бүкіл әлемнің әйел қауымы көреді екен. Сондықтан да мынау ұлтымыздың мәдениетін, салт санасын, сонан кейін мынандай әдемі қол өнерін дәріптеп бүкіл әлемге көрсету үшін сол мақсатта мен осы мұражайыма көштім. Осы алдыңғы сабақта біз паркет құрағын тігіп үйренгенбіз, қыздар. Енді сол сабақтың мен жалғастырайын. Ең оңай ең қарапайым түрін мен сіздерге үйреттім. Сол сабақта осы құрақты қошқар мүйізбен қалай араластыруға болады, қандай жаңа қарапайым ғана құрақпен қандай күрделі сондай тартымды дизайн шығаруға болатынын мен үйреткем сіздерге. Енді мен сол сабағымды жалғастырайын. Қазір мынау паркет құрақты тағы да қалай қолдануға болады. Мәселен, мына жерде қыздар, мына қараңыздаршы, мына жерде әдемі ілме кесте тұр. Әдемі ілме кестемен тігілген қазақтың ою-өрнегі. Оның айналасына біз осылай құрақ түрлерінің барлығын тізіп шықтық. Міне қараңызшы, мына бұрыштағы, мынау өткен сабақта үйренген паркет құрағымыз міне. Мынау ортасында міне үлкен паркет құрағымыз. Былай қарап отырсаңыз, бір әп-әдемі мүлдем басқаша дизайн шықты. Бірақ сол барлығы үйренген қарапайым паркет құрағымыз. Енді бұны осы паркет құрақты тағы да қалай қолдануға болады? Соны мен ары қарай сіздерге көрсетейін. Міне қыздар, қараңыздаршы, баяғы қарапайым паркет құрақ. Өзгерген жері, бояу өзгерді, бежевый мен қоңыр түсті бояуды араластырдық. Сонан кейін бүкіл дизайндағы қолданылған бояулардың барлығы осы бежевый мен қоңырдың айналасында үйлесіп жатыр. Бояуды таңдай білу, бояуды үйлестіру сіздің жасаған кәдеңізге ең алдымен ол бағасына, одан кейін тұтынушының назарын аударуға бірден бір инструмент. Сондықтан да айналайындар, не істесеңіздер де бояуын сондай бір ұтымды таңдауға тырысыңыздар, жарай ма? Кейде болады сапалы дүние, бірақ бояу келіспейді. Сондықтан да сапа мен бояу, дизайн барлық үйлесіп жатса, ол сіздің расында да үлкен бір шығармашылығыңыздың туындысы болады. Паркет құрақты тура сол қалпында қолдандық. Мынау құрақ калаш, құрақтың бірнеше түрлері бар мына жерде. Енді осы жерде айта кететін бір сіздерге өтінішім, мен елді көп аралағанда ылғи мынау көне дүниені тастай салады. Я болмаса көне дүние жаңағы басқа тамда жатады, шаңмен араласып. Егер де осындай түскүйіздеріңіз болса, апаларыңыздың, әжелеріңіздің қолынан қалған, сол түскүйізді тастамаңыздаршы. Сол көне кесте, көне түскүйіз, солардың барлығын әдемілеп тұрып, апамыздың, әжеміздің көзі деп, сол кісіге деген бір құрмет, сол кісілердің қолынан шыққан еңбекке деген бір құрметті көрсетіп, үстіп, жаңа заманға ілестіріп, жаңа дизайнға ілестіріп, шаңырағыңыздың төріңізде апаңыздың, әжеңіздің үні тұрса екен. Қазір осы мынау көрпеде мен мынау көне кестені үстіп қолдандым. Мынау көне түскүйіз, ілме кесте. Мына жердің бояуын мен қалай таңдадым? Мына түскүйіздің өзінің, біздің апаларымыздың, әжелеріміздің қолынан жеткен бояудың өзі қандай тартымды. Тура осы бояуларды алдындағы айналасына міне құрақтарға үйлестіріп қосып қойдым. Енді сіздер айтуыңыз мүмкін, апа, басынан аяғына дейін осы көрпе қалай тігіледі, соны көрсетіңізші деп. Оны қалай қосамыз, мына астарын қалай жасаймыз, мына сыдырманы қалай орналастырамыз. Қыздар, осының алдындағы сабақта барлығы өте нақты көрсетілген шеберлік сабақтарым бар. Сондықтан айналайындар, мен уақытымды оған жібермеймін. Жарай ма? Өткен сабақта біз мынандай паркет құрақты үйренгенбіз. Осы паркет құрақпен қоса, естеріңізде болар, бақ, береке, бірлік деген әдемі батаны қалай араластырамыз. Енді қазір соны көрсетейін. Өткен сабақта мынандай паркет құрақтың үлкен размері және кішкентай размерін үйрендік. Осы үлкен және кіші размерінен қандай дизайн жасауға болады? Мен алдыңғы сабақта көрпемен көрсеттім, енді қазір жастықтарға қандай дизайн жасауға болады? Соны көрсетейін. Мәселен, мынандай 52-де 52 аласыздар размерін, соны
ортасынан, қақ ортасынан бөлесіздер екі жаққа. Сонда бөлгенде мынандай бұрыш сіздерде пайда болады. Сол бұрышқа мынандай қошқар мүйіздің кішкентай ғана, естеріңізде ғой, мына үшінші фрагменті. Осыны тігіп, қалай тігетіні менің алдыңғы сабақтарымда бар қыздар, мен тек қана қазір дизайнын көрсетемін. Үстіп тігіп, мынандай екі бұрышты, сонан кейін оны мына бұрыштармен қоссаңыздар болады міне. Мынау кішкентай паркет құрағымыз. Оны қалай шығарғаным алдыңғы сабақтарда бар қыздар. Міне қараңызшы, қандай әп-әдемі көпшік боп шыға келді. Өте бір қарапайым. Мен сіздерге ылғи қарапайым және тез тігілетін жолын үйреткім келеді. Себебі осы жерде отырған қыздардың, мен ойлаймын, көпшілігі кәсіп жасағысы келеді. Шаңырағының басында отырып, кәсібін дөңгелетіп, нәпақасын тапқысы келеді. Сондықтан да біз ылғи ұтымды және тез жасалатын жолын үйренейік, жарай ма? Міндетті түрде тез дегенде сапасын ұмытпаңыздар. Бұл бір дизайн. Тағы да көрсетейін. Міне, мынандай үлкен паркет жасағанымыз, естеріңізде ғой міне. Бұл паркет қалай шықты? Мынандай үлкен құдық құрақ жасағанбыз. Мынаның размері қыздар 52-де 52. 54-те 54-ке құдық құрағын тіктік, одан кейін тігілген кезде 2 сантиметрге отырды. Сонан кейін біз ортасын қиып алдық. Көрдіңіз, мына құрақтың шеттері ашылмаған. Құрақ бәрі сондай тігіліп тұр. Қалай тігілгендігін оны алдыңғы сабақтардан көре аласыздар. Біз қазір осы құдықтың қарапайым түрін аламыздағы, былайынан міне өзгертейік. Үстіп қойсақ мысалы. Міне қараңызшы, қандай әдемі дизайн шықты. Әдемі ғой қыздар, е? Егер де бұны тағы да өзгертем десеңіз, тура осы құдық құрақтың үстіне алып кеп, мынандай оюды салуыңызға болады қыздар. Қорықпаңыздар. Үстінен тек қана бір бояумен ғана салыңыздар. Мына оюдың бояуы я күлгін, я жаңағы көк аспанның бояуы болсын. Оны 4 жақтан салсаңыздар болады міне. Міне қараңызшы. Мына шетіндегі күлгін бояудың шекарасын сақтаңыздар. 4-ші жақтан алып кеп тағы қоясыздар. Батыс өңірінің жақсы көретін 75-те 75 жастығы. Батыс өңірі бізде қыздың жасауына үнемі осындай үлкен жастықтар тапсырысқа береді қыздың жасауына. Бұл бір түрі. Енді қыздар, мен сіздерге естеріңізде ғой, бақ, береке, бірлік деген батамызды қалай қолданамыз. Мәселен, мынаны шетіне алып келеміз. 4 паркетімізді, кішкентай паркетімізді үстіп шетіне алып келейік. Бұл да жаңа батыс өңірінің тапсырысы. Сондай үлкен құрақты, үлкен жаңа көпшіктер жақсы көреді. Міне қараңызшы. Егерде үстіп, енді ортасын бәрін кесіп аламыз қыздар, е? Әрқайсыңыздың өзіңіздің паркетіңіздің размеріне қалай кесіп аласыздар. Бақ, береке, бірлікті егерде біз бір көпшікке орналастырсақ, міне бақ, береке, бірлік. Міне үстіп. Енді мынау әріптерді қалай желімдейсіздер, қалай қиясыздар, оның барлығын мен алдыңғы сабақтарда көрсеттім қыздар. Міне, қараңыздаршы, қандай әдемі дизайн. Осындай бір көпшікті кәде сыйғып тартуларыңызға болады. Осындай бір көпшікті шаңырағыңыздың төріне ырым қып өздеріңіздің қолдарыңыздан жасап қойыңыздар. Бақ, береке, бірлік деген сөзді тағы да қалай дизайндарға үйлестіріп қолдануға болады. Барлықтарыңыз білесіздер, мен қошқар мүйізді қолданам. Осы қошқар мүйізбен мына бақ, береке, бірлік деген әдемі батаны қалай бір-бірімен үйлестіріп қолдануға болады. Мына жерде мынау жастыққа жасалынған дүние. Шетіндегі ою техникасы бұл көлемді ою, 3D ою. Бұның сабағы, дәріс сабағы ақылы. Ал сіздерге осы оюдың қалай қарапайым жасау керегін мен алдыңғы сабақтарда үйреткен болатынмын. Қалай желімдеу керек, қалай айналасын жаңа зигзагпен көмкеріп шығамыз. Бір жағдайда алтын бояумен жасадық, екінші жағдайда мынау күлгін бояумен аспан көк бояудың бір-бірімен үйлесуі. Бояудың үйлесуі өте қажет қыздар. Біздің қазақ үйіміздің образын жасадым. Мынау 3 түрлі ғана қошқар мүйіз міне. 2 қошқар мүйіз, бұрышқа қолданылатын. Міне, сонан кейін міне тағы да бір қошқар мүйіз. Бақ, тура ортасына алып кеп қоямыз. Қыздар, бақ, береке. Сонан кейін бірлік. Міне.
бақ береке бірлік. Осындай 3 түрлі жаңағы жастықты жасап, кез келген шаңырақтың төрінде бір әдемілеп тұрып орын алатын әдемі бата сөздер. Бұл жастықтардың қалай тігетінін мен оны алдыңғы шеберлік сабақтарында үйреткем. Ол менің орыс тілінде жүріп жатқан «Лоскутное шитье как бизнес» деген арнамда барлығы бар, қыздар. Төтенше жағдай кезінде барлықтарыңыз жазып жатсыздар ғой. Апа, мынау ненің карантинді байқамай қалдық, карантиндің болғанын да байқамай қалдық, үйде қамалып отырғанымызды байқамай қалдық, үлкен рахмет деп. Барлықтарыңызға айтатыным, ылғи айтып жүремін, мен жалғыз не бітіремін, қыздар. Әрине, мені қолдайтын осындай ел ағаларының арқасында біз осы дәріс сабақтарын карантин кезінде 1 ай бойы ақысыз алдық. Сондықтан да Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейілұлы Оразалин мырзаға тағы да бүкіл қазақ даласының қыздарының атынан ерекше алғысымызды айтамыз. Сабағымыз аяқталды. Осы 1 ай бойғы жүрген ақысыз дәріс сабақтарымның нәтижесін келесі видеода көре аласыздар. Бұл дәріс сабақтарын бүкіл әлем көреді екен. Сонан кейін комментарийлерді байқаған шығарсыздар. Барлығы өтініш жасап жатыр. Мен келесі дәріс сабағымды арасында қыздар орыс тілімен араластырып өткіземін. Бүгінгі сабақ көңілдеріңізден шықты ма? Пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, лүпілдеріңізді қойыңыздар. Ақысыз дәріс сабақтарымыз жайлы ақпаратты қолма-қол алғыларыңыз келсе, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Жаңағы «Лоскутное шитье как бизнес» деген арнама менің Инстаграм парақшама, Телеграм парақшама, Фейсбук парақшама тікелей сілтеме осы видеоның астында болады. Осымен, қадірменді оқырмандарым, біздің ақысыз дәріс сабақтарымыз өзінің жалғасын тауып жатыр. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы Айтенов мырзаның қолдауымен алдымызда тағы да керемет шеберлік сабақтарын үйренуге мүмкіншілік туып отыр. Хош, сау болыңыздар.